Үйленгенімізге 5 жыл. Күйеуім ішеді, шегеді, наркотик қолданады. 4 баламыз бар. Бала саны неге көп демеңіздерші. 2 баламыз егіз, тағы да 2 баламыз егіздер. Шаршап кеттім, өтірік көп айтады, зарплатаны өзі құртады. Мені кредитке тықты. Ол төленбей жатыр әлі. Кредитті неге алып бергенімді білмеймін. Миды жеп қойды. Ата-ене қолында тұрамыз. Олар да шаршап бітті. РБ центрге жатты. Одан нәтиже жоқ. Психологқа да бардық. Одан да нәтиже болмады. Мені ұрған емес, бірақ боқтап есімді тандырады. Мен уже сазавизм ауру болдым. Аңдып жүрем. Күйеуімнің бір нәрсе бүлдіргенін естіп немесе көріп қалсам, басымда денемде істемей қалады. Есімнен танып қаламын. Ажырасып кетейін десем, 4 баламен қайда барам? Жастары да кішкентай. Төркініме сыймаймын сірә. Шаршап біттім. Амал болмаған соң бақсы балгерге де жүгіндім. 2 жылдан кейін қатты ауыратын болады. Уже поздно. Емге алмай қаласыздар деді. Лучше оқытып таста кеш болмай тұрғанда деді. Ол дуаға жатпайды. Құранмен оқимын деді. Сөйтіп 2-3 күн болды оқытып тастағаныма. Енді бір жағынан қорқып та жүрмін. Дуа емес пе екен ол деп. Жаным тыныш емес, басқа амалым болмады. Үйдегі заттың бәрін сатып тастады. Алтындар бәрі кетті. Наркотик болмаса арақ ішеді. Арақ ішсе қатты қуып кетеді. Көзіне бірдеңелер көрініп, үйдің барлығын қиратады. Балалар кішкентай, олар көріп қатты қорқып, қатты жылайды. Соның бәрін көріп жүрегім ауырады. Апалар солай оқытып көргендеріңіз бар ма? Қатты сөкпеңіздерші, просто шаршап кеттім. Жаман болса да ол күйеуім. Оқытқаным дуаға жата ма айтып жіберіңіздерші. Және оқытқан апалар, ағалар болса көмектесті ма айтыңыздаршы.